Құрметті көпшілік, сәлеметсіздер ме? Шетелден келген азаматтар Қазақстан Республикасының берілуге тиісті жәрдемақысын қалай алуға болады, оны қай жерлерде алуға болады деген осындай бір көкейтесті мәселені сіздерге түсіндіріп өтуді жөн көріп отырмын. Ондай болса, шетелден келген азаматтар Қазақстан Республикасының белгіленген жеріне сөз бару керек. Осы райондарға барғанда ғана жәрдемақыға ие бола алады. Ондай болса, ол қайсы райондар дегенде Қазақстан Республикасының Павлодар облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Қостанай және Атырау қатарлы. Міне осы 5-6 облыстың белгіленген жеріне бару тиіс. Осы жерлерге барғанда ғана үкіметтің жәрдемақысына ие бола алады. Ондай болса, үкіметтің жәрдемақысы бұның түрлері қандай дегенде, мысал ретінде алсақ, егер сіз Павлодар облысына барған болсаңыз, Павлодар облысында әзір қоражай береді сіздерге. Қоражай алуға болады. Сонымен бірге әрбір адамға үкіметтің беретін жәрдемақысы бар. Ең төмен болған кезде 50.000 теңге айналасында болады. Ал енді жасы 29-дан төмен болған жастар, егер сіздер игілік жаратамыз дейтін болсаңыздар, игілік жаратпақшы болсаңыздар, үкіметтің беретін жәрдемақысы бұдан да жоғары болады. Егер сіздің жаратқан игілігіңіз халыққа, үкіметке пайдалы болып жатса, онда сіздің алған жәрдемақы үкіметке қайтадан қайтармасаңыз да бола береді. Ал енді мына Ақмола облысының Көкшетау деген жеріне барған қандастарымыздың айтуына қарағанда, ол жерге барғаннан кейін жәрдемақылар да негізінен бағанағымен ұқсас болады. Егер енді үйді өздеріңіз сатып аласыздар, үйді сатып алған кезде енді үй өте арзан, 1 миллион теңгеден төмен 500.000 теңге айналасында болады. Сондай-ақ жердің көлемі 50 сотқа дейін болады. 50 сотқа дейінгі жерді қосып сатып алсаңыз болады. Міне осындай өте жақсы тиімділіктер болып жатыр. Ал енді осы районда тұрған адамдармен хабарласпасы болсаңыз, менің осы ютубтағы Дүбірлі дүние деген атпенен шыққан, осыған қосылсаңыздар, тіркеліп алғаннан кейін алдыңғы санда жолданған телефон номерлері бар. Осы телефон нөмірлері арқылы және де ішкерлей хабарласу арқылы ол жердің шарт жағдайын, тұрмыс тіршілігін және басқаларды тереңдей ұғысуларыңызға болады. Көпшілікке рахмет.